Әне міне дегенде Рамазан айының ортасына жетіп қалыппыз. Осы жылғы ораза өте оңай әрі жеңіл өтіп жатыр. Сіздерде қалай? Ораза жеңіл өтіп жатқанымен жұмысқа ешқандай зауқым жоқ. Дәл қазір тек осы YouTube каналымды ғана жүргізіп отырмын және соңғы кездері аналитиканы қарап көңілім түсіп жүргені бар. 2 жыл бойы тынбай еңбек етіп келемін, бірақ нәтиже мен ойлағандай емес. Бірақ сонда да шүкіршілік етемін. Денім сау, балаларым, отбасым аман есен. Ең болмаса осы ораза айы ғой, ешқандай іске наразы болмайыншы деп ауызашар жасап жатқан жайым бар. Асқазанға ауыр болып кетпейтін жеңіл сорпа дайындап жатырмын. Бұл өте оңай әрі дәмді сорпа болды. Рецепт керек болса пікірге жаза кетіңіз, кері байланыс видео ретінде болады. Негізі ауызашарға жеңіл тағам ішу керек. Осы оразада барынша зиянды өнімдерді рационнан алып тастадым. Ал сіздерше, сіздерде ораза қалай өтіп жатыр? Араларыңызда бірінші рет ұстап көріп жатқандарыңыз бар ма? Қандай сезімдесіз? Баршаңызға Рамазан айының соңына дейін сәттілік тілеймін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.